Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен хит болған гүл манты пісіретін боламын. Оған әуелі қамырымызды жылы сумен араластырып, осылай қамыр басамыз. Басқан қамырымызды енді осылай жайып аламыз. Бөліктерге бөліп жайып атқан қамырым. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Жасап көріп, маған пікір қалдырып, осылай бәрін дөңгелектеп илеп аламыз. Міне қамырым. Осылай үлкен қылып жайып аламыз барлығын. Ортасы мен шеті қалың болмас үшін мен осылай илеймін. Сіздер де солай илеп көріңіздер. Шеттері сонда қалың болмайды. Мынау менің жайған қамырларым. Енді осыдан кәсенің көмегімен осылай дөңгелектеп бәрін аламыз. Мен кәсенің көмегімен жүйініп осылай жасап жатырмын. Міне осындай дөңгелек болып шығу керек. Жаңа илеген қамырымыздың бәрін осылай дөңгелектеп аламыз. Енді осы кескен қамырымызды пышақпен ортасынан бөліп аламыз осылай. Міне осы кескен үш бөлікті кестім. Осыны үшеуін біріне бірі жалғаймын. Міне өстіп жалғап аламыз барлығын. Енді осы жалғаған нанымызға фаршымызды саламыз осылай. Мынау фаршым. Менің каналыма лайк басып, қоңырауша басып кетіңіздер. Мені қолдап кетіңіздер. Не осылай бәрін салып аламыз. Қамырымызға фаршымызды осылай. Енді осыны осылай бәрін дөңгелектеп аламыз. Осылай шетіне дейін. Енді осыдан гүлдердің несін жасаймыз. Міне осылай. Міне тағы сіздерге түсінікті болу үшін тағы жасап жатырмын.
Не осылай болып шығу керек. Мынау менің гүл мантым. Роза гүлі. Осылай бәрін дөңгелектеп аламыз дағы. Ішіне фаршын салып. Енді осылай нелерін жасаймыз. Мынау менің гүлдерім, роза гүлдерім. Сіздерге де осылай жасауға кеңес беремін. Сіздер де жасап көріңіздер осылай. Міне мынау менің гүлдерім. Осыны енді мантының ыдысына саламыз. Міне дайын болған роза гүлдерім. Осыны енді қайнап тұрған ыдысымызға қайнатып 45 минут пісіріп аламыз. Піскен мантым. Осыны енді ыдысыма салып атырым. Міне асты жабыспай осылай болып шығады. Мынау менің мантым. Осыған мен подливка жасадым. Осының шөткінің көмегімен гүлдеріміздің айналасын жағамыз осылай. Мен жуа салмадым подливкасын, тек бетін әрледім. Ас болсын, рахмет баршаға.